Сәлем достар, бүгін мен сіздерге капустамен жасалатын өте дәмді болып шығатын голубцидың рецептімен бөлісетін боламын. Өте дәмді болып келеді. Рецепт ұнаған болса, маған тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ол үшін бізге капуста керек болады. Капустаны қайнап тұрған ыстық суға 15-20 минуттай қоямыз. Одан кейін начинкасына пиязды аламыз. Оны кубик қып тураймыз. Міне осылай турап аламыз. Одан кейін барып күріш және фарштан қосып, үстінен мінекей фарш, күріш, пияз, үстінен тұз саласыздар. Көз мөлшермен салып жатырмын. Қара бұрыш және де приправа. Приправаны мен универсальная дегенді ала салдым. Осыны қосамын. И осыны қосып боламын. Үстінен кішкене сұйық майдан қосып жақсылап араластырамын. Бұны жақсылап араластыру қажет. Одан кейін міне капустамыз дайын болды. Ыстық судан алып, листтарымен дайындап қоямын. Міне жұмсақ болып шықты листіміз. Осы листке енді жаңағы начинкамызды салатын боламыз. Міне ортасына саламыз. Салғаннан кейін екі жағын орап, и осылай видеодағыдай қып орайсыздар. Мен бірінші дайындап қоямын, осылай орап. Барлығын осылай жасаймын. И міне менікі дайын болды. Осыған енді менде артық қалды, соған тефтели жасай салдым начинканы. Енді қызып тұрған сковородкаға мен сұйық май қосамын. Жаңағы несіне бізге пияз керек болады, үлкен пияз, бір штук и бір сәбіз. Аламында қуырып аламын, жақсылап қуырамын. Араластырамын. Енді теркадан сәбізді өткізіп, осы жерге салатын боламын сковородкаға. Оны жақсылап араластырамын. И кішкене тұз, бұрыш қосамын. Көп салмайсыздар, тұз бен бұрышты кішкене ғана салсаңыз жеткілікті. Міне жаңағы жасап қойған голубцимізді осының үстінен қойып шығамыз. Газдың астын кішкене басып қоясыздар, жай қоясыздар. Осылай жинаймыз рет-ретімен. Осылай рет-ретімен жинап шығамын. Бұл негізі өте дәмді болып келеді. Қасына гарнир ретінде картошканы пюре қып жасасаңыздар болады. Мен өзім фри қып жасаған ұнайды духовкада. Өте майлы да болмайды, дәмді болады. Енді үстінен осы бір қасық томатқа бір стакан су құйып, араластырып, үстінен құйып, үстін жауып қоятын боламын. Бір сағатқа қойып қоясыздар. Жақсылап піседі. Гарнирге мен осындай картошкадан духовкада жасайтын боламын. Майлы емес болады. Дәмі өте керемет болып шығады бұны. Видеодағыдай қып турайсыздар. Деревенский картошка дейді ғой. Сол сияқты болып шығады. Жақсылап осылай барлығын турап шығамын. Бұған көп май да кетпейді, тұз да кетпейді. Бір жағынан эконом.
Бұған негізінен паприканы көбірек қосқан жөн. Так, дайын болды мінекей. Мінекей дайын болды. Осындай болған картошкаға тұз қосамын көз мөлшерімен. Міндетті түрде паприка қосу қажет, себебі оның паприка бізге не үшін қажет? Себебі жаңағы свет беріп тұрады, қызыл свет беріп тұрады картошкамызға. Қызғылт болып дәмі де жақсы болады. Қара бұрыш қоссаңыз болады, өздеріңіз қалауларыңыз бойынша. Кішкене ғана сұйық май қосамыз да жақсылап араластырып, қызып тұрған пешке жаңағы листіне саламыз. Листіне салғаннан кейін тағы да кішкене паприкаға салам, себебі паприкасы араласып, онша білінбей қалды. Так, қызып тұрған пешке 240-260 градусқа қоятын боламын. Мінекей қойып қоямын. Дайын болды. Өте дәмді, тез жеп тастайды. Балаларыңыз болса, үлкендер де жақсы жейді. Қандай дәмді болып шығады. Чесночный соуспен дәмді болып шығады. Так, мінекей біздің голубцымыз дайын болды. Осы гарнирмен берсеңіздер болады. Егер де рецепт ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз.